Балаларға сыйлық әкелетін Аяз ата, бірақ неге кейбір үйлерде ол кеткен соң адамдар жоғалып кетеді? 31 желтоқсан түнде есік қағылса, ашпа, өйткені ол Аяз ата болмауы мүмкін. Бұл оқиғаны айтқан адам келесі жаңа жылды көрмеген. Осы видеоны соңына дейін көруге кеңес беремін. Сәлем, қорқынышты оқиғаларды сүйетін көрермен, арнаға тіркеліп, қазақша контентті қолдап кет. Қазақстанның солтүстігіндегі шағын ауылда бір ереже бар еді. 31 желтоқсан түнде есікті ешқашан ашпа. Үлкендер әзіл деп айтатын, бірақ көздеріндегі қорқыныш бәрін айтып тұратын. Ауылда бір кездері нағыз Аяз ата болған дейді, бірақ ол балаларға сыйлық емес, жан жинаған. 1998 жылы 5 жастағы Ерлан жаңа жыл түнде терезеден ақсақалды көк шапанды біреуді көрген. Анашым, Аяз ата тұр. Таңертең Ерлан жоғалып кеткен. Есіктің алдында тек мұз қатып қалған аяқ іздері қалған. Ауыл қариясы бір сырды ашты. Бұл Аяз ата емес, бұл суықтан туған көне рух. Ол тек бір шартпен келеді. Үйде жарық жанулы, шырша қойылған, балалар оны күтсе. 2024 жыл ауылға жаңа отбасы көшіп келді. Ережені білмейді. 31 желтоқсан түнгі сағат 00-де есік қағылды. Ашыңдар. Дауысы тым баяу, тым суық. Есікті ашқанда олар адамды емес көрді. Көздері қара шұңқыр, сақалы мұздан, ауызы күлімсіреген, тістері қанға боялған. Шыршадағы шамдар бір-бірлеп сөнді. Таңертең бос үй тұрды. Қабырғада бір ғана жазу бар еді. Келесі жаңа жылда қайта келемін. Содан бері ол ауылда ешкім жаңа жылды тойламайды. 2025 жыл блогер жігіт ауылға келді. Аңызға сенбеймін деді. Ол сол үйге түнде кіріп, бәрін камераға түсірді. Сағат 20:58 үйдің іші кенеттен суып кетеді. Демі бу болып шыға бастайды. Сағат 00-де камерада бір дауыс естіледі. Жақсы бала болдың ба? Экранда артында тұрған бейне көрінеді. Блогер бұрылып үлгермейді. Видео осы жерден үзіледі. Ескі жазбалар табылады. 1800 жылдары бұл өңірде балаларды құрбандыққа шалған шаман өмір сүрген. Қысты шақырып мәңгі өмір сүру үшін халық оны өртеп жіберген. Ал соңғы сөздері: мен қайта келемін. Балалар мені өздері шақырады. Содан бері ол Аяз ата бейнесінде келеді. Бұрын ол тек ауылда еді, енді қалада да көріне бастады. Лифтте, подъезде, балабақша маңында балалар бірдей сурет салады. Ұзын көлеңке, мұз көз, қан тамған сыйлық. Ескі қарияның соңғы сөзі: 31 желтоқсан түнде шыршаны өшір, терезені жап, есікке жауап берме, Аяз ата деп шақырма, өйткені ол шақырылған жерге ғана келеді. Сен бұл әңгімені тыңдап отырсаң, бүгін 31 желтоқсан кенет есік қағылады. Мен келдім. Егер видео ұнаса, арнаға тіркеліп, лайк басып, өз пікіріңді қалдырып кет. Әрине, мен оқимын. Қазақша контенттің дамуына қолдауларың қажет.